үш керей Қаржаубай үшеуміз төртеу болып келіп жатырмыз өзі. Ашамайлы керей, Абақ керей екеуі анық белгілі болды. Біз кезінде енді Тұрғақ керей деген шығарып келдік. Тұрғақ керей деген сөз деген неге шықты деген мәселе бар. Бұл жаңағы Шыңғысхан жаңағы Тайбұқаға жібергенде 1000 тұрғақ берген. Тұрғақ деген сөз не? Бұл қол, бұл армия деген сөз. 1000 кісілік армия берген. Көрдіңіз бе? Соны осы 1000 кісілік армияның атауымен бұл Тұрғақ дейді тайпа қалыптасты. Керейдің ішінде ру қалыптасты. Ол артынан тайпаға ауысып кетті. 1000 тұрғақ. Көк түріктердің жаңағы теркем ескерішінде, тез ескерішінде Тұрғақ деген сөз бар. Оның Тұрғағы пәленбай еді, саны пәленбай еді. Деп сан нешең жазған. Сонда әскердердің саны. Енді Шыңғысхан тұсында Шыңғысхан кеп кімден көмек сұрайды ғой. Тоғызханнан кеп көмек сұрағанда айтады. Кезінде Есугей батырға айтып едім. Сен Тұрғақ құр. Менде өзімде 1000 тұрғағым бар. Сол сияқты Тұрғақ құрмасаң, ертең сенің